Кәдімгі ақ ұннан жасалған нан ағзаңызға ауырлық болып ас қорытуға кері әсер етіп жүрсе, онда менімен бірге чечевицадан глютенсіз нан жасап үйреніңіз. Алдымен чечевицаны жуып аламыз да бір түнге суға салып жібітіп қоямыз. Одан кейін тұз салып, су құйып, блендермен жақсылап біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Дайын болған массаны ыдысқа салып, psyllium және глютенсіз күріш ұнын және разрыхлитель салып, жақсылап біркелкі болғанша, қоюланғанша араластырамыз. Кез келген глютенсіз ұн салсаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды пештің ыдысына салып аламыз да нанның формасын әдемілеп келтіріп, дәндер сеуіп аламыз. Мен асқабақтың дәнін, чия дәнін және кунжут дәнін қолдандым. 180 градусқа пешке 1 сағатқа салып пісіріп аламыз. Құрамында кальций, магний, фосфор және темірге бай нанымыз осылай әдемі болып пісіп шығады. Тағамдық құндылығы нан, ет өнімдерінен еш кем түспейді. Сіздер де осы рецептпен дайындап, нәтижесін комментарийда бөлісіңіздер. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған мен Рая. Сау болыңыздар.